Армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күйеуінің опасыздығын үстінен түсемін деген әйел мүлде басқа жағдайға тап болды. Ерлі-зайыптылар тыныш өмір сүріп жатады. Алайда кейінгі уақытта әйелі күйеуінің үйге кеш келіп, сенбі-жексенбі күндері бір жаққа кетіп, жандарында болмай қоятынынан секем алып жүрді. Негізі бұл әйел сабырлы болатын, бұрқылдап сөйлеу, ерінің бетінен алу деген мінезінде жоқ болатын. Дегенмен үй ішін ұмытып, жолдасының далада жүргені көңіліне қатты әсер етті. Көрші әйелдер де тілдері сумаңдап, күйеуің соңғы уақытта үйде көп болмайды, біреу-міреу тауып алған болар деп қажап десетін болған. Осындайдың ықпалынан ба бір күні әйел Құдайдан кешірім сұрап күйеуінің артынан аңдуға шықты. Күн жексенбі болатын. Соңына түскен көзден еш қапері жоқ жолдасы қала шетіндегі ескі бір үйдің қақпасына кіріп, көзден таса болды. Әйел де қақпадан ішке енді, аулада қалың ағаш бар екен, соның тасасында тұрып тың-тыңдады. Жел көзі ашық, терезеден іштегілердің дауыстары анық естіліп жатыр. Мұның құлағына баланың қуанып көкелегені мен әйелдің сыңғырлай күлгені және өз күйеуінің даусы естілді. Жақындай түскен әйел үні еркелегендей шықты. Әріге шыдап тұра алмаған, бұл келген ізімен кейін қайтты. Кеудесін өксік қысып, күйеуімен бірге өткізген бүкіл өмірін есіне алды. Егілген күйі үйіне келіп жатып қалды. Артынан күйеуі келді. Оған сыр білдірмей өзінің сырқаттанып қалғанын айтып жата берді. Осы күннен кейін екеуінің арасында түсініксіз ахуал орнап, әйел күйеуінен жиіркенетіндей күйге түсті. Бірақ сыр бермей кірін жуып, асын беріп, бар шаруаны бұрынғысша оқсатып жүр. Бір күні күйеуі үйге қонбады. Етеңіне бірақ келді. Әйелдің бар шыдамы таусылған. Жолдасы жексенбіде әлгі үйге бет түзегенде тағы да соңынан қалмай барып, олардың қылмысының үстінен түспекке бел буды. Қойнына лыпылдап тұрған өткір кездікті де тығып алған. Күн кеш болатын. Күйеуі сөмке толы азық-түлікті көтерген күйі үйге кіріп кетті. Бұл тұста сол дауыс естілер терезенің алдында тұр. Іште бала жоқ сияқты. Бұл жолы әйел салмақты сөйлеп отыр. Сізге рахмет, ұлым, сіздің көмегіңіздің арқасында аяғынан жүретін халге жетті. Алла қосса, аз күннен соң ол ауруханадан шығып қасыма келеді. Жаңа сөйлескем, жағдайым жақсы, көкеме сәлем айт деп жатыр. Ол сізді көке деп кетті. Солай айт деген жоқ едім, өзі ғой баланың. Менің күйім мынау. Күйеуімнен айырылғалы осы баламен енді сіз бұл үйге келе бермеңіз. Өз бала-шағаңыз бар. Білем, ұл қызыңыздың өсіп кеткенін айтқансыз, бірақ зайыбыңыз бар ғой. Ол не ойлайды? Ол кісі сондай сабырлы, бәрін түсінеді дегенсіз. Сонда да ол әйел ғой, көрші көлең бар. Сөйтіңіз, енді бізге келмеңіз. Мен көшеге хабарландырып өлдім. Үй қызметшісін аламын. Ал балам келген соң бәрі жақсы боп кетеді. Сіздің бізге жасаған жақсылығыңызды қалай өтеренді білмеймін. Мені жаныңыздан қуа бастадыңыз ба? Сіздерге менің көмегім әлі де керек емес пе? Маған солай сезіледі. Жарты жолда тастап кету. Алла риза болсын сізге. Осы көмегіңіздің өзі біз үшін зор көмек. Екі дүниеде де бақытты болыңыз отбасыңызбен. Сіз уәде еткенсіз, ұлым аяғынан жүріп кеткенге дейін көмектесемін деп. Ал ұлым кеше аяғынан тұрды, бүгін жүрдім дейді. Рахмет сізге. Дәрігерлерге де қаратып, қаражат беріп, сау боп тұрыңыз, енді бізге келмеңіз. Осы араға шейін естіген үй сыртындағы әйел сыртқы есік ашылғанда селк ете түсті. Күйеуі екен. Күртесінің жағасын көтеріп алып, қақпаға қарай беттеп барады екен. Арада күндер өтті. Күйеуі жұмыстан соң үйде, сенбі-жексенбі күндері де үй шаруасымен болады. Әйел
Бұл жұмбақ сырдың бүге-шігесіне шейін білгісі келді. Мұның күйеуін көке деп айтатын неғылған бала, ана бейтаныс әйел кім? Оларға неге көмектесіп жүр? Бәрі жатқан жұмбақ. Әйел арада апта өткенде сол әйелдің үйіне барды. Есік қақты. 10-13 жастар шамасындағы ұл бала есік ашты. Аяғын сәл сылти басатыны болмаса шауып жүр. Мама, бір апай келіп тұр, кіріңіз деп жатыр. Бұл балаға қарап тәттісін ұсынып ішке өтті. Үй мұнтаздай тап-таза. Барлық жиһаз жұпыны болса да орнында. Ішке кіргенмен ортада состиып тұрып қалған бұған арғы бөлмеден қысылмаңыз, диванға жайғаса беріңіз. Мен қазір киімімді ауыстырып алайын деген әйелдің дауысы естіліп, төрдегі жұмсақ диванның шетіне отырды. Аздан соң арғы бөлмеден қоларбаға отырған әйел кірді. Денесінің тек үстіңгі жағы бар екен. Бұл үндей алмай қалды. Сәлеметсіз бе? О, әдемі әйел бізге неге келді екен? Мен сіздің хабарландыруды оқып, қандай хабарландыру? Үй қызметшісі керек деген. Иә, сонымен деп мүгедек әйел сырын ішіне бүгіп келген адамды тыңдай алып, үй қызметші жұмысына қабылдады. Солай арада біраз уақыт өтті. Екі әйел бір-бірін жақсы біліскендей тіпті достасып кетті. Бала да үй қызметшісін апа деп іш тартып тұрады. Енді үйге әйел кештетіп келетін болған. Күйеуі ондай қызғаншақ жан емес. Бірақ бірде әйелін демалыс күндері неге үйде болмайтынын сұрағанда, бір құрбымның баласына қарайлап жүрмін. Оған менің көмегім ауадай қажет деп жауап қайтқан болатын. Одан соң күйеуі үндемеген. Күндердің бір күнде мүгедек әйелден бұл сұрап қалды. Бұған дейін балаңыз екеуіңіз қалай тұрып келдіңіздер? Сіздерге кім қарайлады? Сізден осы сауалды көптен күтіп жүргем. Осыны неге бірінші күні қоймадыңыз? Деп әйелдің бетіне сынай қарады. Есіме келмепті, кешіріңіз. Сіз бұл үйге хабарландыру арқылы келдім дейсіз. Шыны керек, мен ешқандай да хабарландыру бергенім жоқ. Ойым болған, бірақ ауруханадан балам аман-есен келген күні ол ойымнан айнығам. Біз балам екеуміз ешкімге керексіз болып қалғандай күй кештік. Жол апатына ұшырап, күйеуім опат болды. Біз ұлым екеуміз де мүгедек болдық. Мен екі аяғымнан, ал ол дене мүшесі түгел болса да жүре алмай жатты. Бізді ұзақ емдеді, үйге шығарды. Сол күні үйге әкеліп тастаған адамдардың ішінде басқаларға қарағанда жаны ізгі, өзгелерге болсын деп тұратын бір айрықша адам болды. Сол адам балама да, маған да ақ жүрек пейілімен қарап, осы уақытқа дейін жәрдем беріп келді. Ол кісінің кім екенін білгіңіз келеді ме? Атын айтайын ба, әлде өзіңіз? Деп мүгедек әйел бұған сынай қарағанда, жүзін жас жуған әйел. Ол Жомарт па деді. Иә, ол сіздің күйеуіңіз Жомарт Бекболсынұлы болатын. Сіз мені қалай танып қойдыңыз? Осы үйді табалдырығын аттаған сәттен бастап, сізге менің болмаш ақшам керек еместігі, жұмыс іздеп жүргенде күйде еместігіңіз, жүріс-тұрысыңыздан, сөзіңізден сезіліп тұрды. Айтпап па едім, мен ешқандай да хабарландыру бергенім жоқ деп. Сонда сіз мен жазбаған хабарландыруды қайдан оқып жүрсіз? Тіпті көршілерімізге де ондай әңгіме айтып көрмегем. Сөйтіп сіз өзіңізді өзіңіз ұстап бергенсіз. Сосын мен де сіз бастаған мысық пен тышқан ойынына еріксіз кірістім. Бірақ сіздің де өз күйеуіңіз сияқты сондай адал, ақ пейілді жан екеніңізге әбден көзім жетті. Ұлым да маған да жақсы қарадыңыз. Ешбір арам ойыңыз болмады. Үйіме өз үйіңіздей қарап, ас-суымызды жақсы баптадыңыз. Күйеуіңізге қарыз болғандай, енді біз сізге де қарыз болған жайымыз бар. Бірақ күйеуіңізден айырмашылығы, мен сізге аздап болсын өз зейнетақымнан ақша төлеп тұрдым емес пе? Деп мүгедек әйел мейірлене, риясыз күлімсіреді. Қызметші әйел де күлімсіреп, ол берген бүкіл қаражатқа осы үйге керекті нәрселер алып, үйді қысқа қамдағанын, бір тиынында шашу шығармай осында қалдырғанын айтып, екі құрбы тағы жарқын күлкінің шуағына бөленді. Айтпақшы, Жомарт
Бекболсынұлының бірде үйіне келмеуінің себебі сол күні балаға ота жасайтын болып сонымен бірге ауруханада қонғаны себеп болыпты. Оның бәрі енді айтылып белгілі болып жатыр. Екі әйел сыр шертісіп әбден дос болып алған. Күйеуіне деген секем көңілі орынсыз қызғанышына ұялғанымен оның арты осылай боларын ойлады ма? Енді қос құрбы осы ахуалды жомарт Бекболсынұлына жеткеншек Нұрқасымға қалай айтамыз деп бас қатырып отыр. Жақсы адамдарды бір-біріне шебер байланыстырған әзиз Алла бұл жағдайдың да шешімін оңай келтірер.